Барахолкадан тағы шу шықты. 7 жылдан бері жергілікті биліктің көзіне сүйел болған саудагерлер тағы шырылдап араша сұрайды. Алматыда не болып жатыр, арғысын ұлан Тәліпбай айтып берсін. Атышулы Барахолкадағы Рахат базарының басына қара бұлт үйірілгелі 7 жылдың жүзі болды. 2018 жылы сауда орнындағы кәсіпкерлерге жер пайдалану құқығын ұзартудан бас тартып, қала басшылығы бұл жерде жиһаз фабрикасын салуға берген болатын. Бірнеше жыл соттасқан саудагерлер ақыры әкімнің қаулысының күшін сот арқылы жойған еді. Енді бұл жерді жергілікті билік саябаққа айналдыру туралы шешім қабылдапты. Енді бұл жерде біз ағаш егеміз дейді. Біріншіден, бұл жерде бұрын көмір таситын автобаза болған. Мына жердің бәрі көмір. Бұл жерде ағаш өспейді. Бізден басқа ешкім шыдамайды бұл жерде. Ағашта шыдамайды. Нәпақасын 20 жылдан бері базардан тауып жүрген кәсіп иелері орындарынан айырылғысы жоқ. Өйткені қала бойынша жалдау құны арзан жер осы ғана екен. Қазіргі таңда 300-ге тарта кәсіпкер жұмыс істейтін базарда бос орын жоқ. Контейнерлердің дені қойма ретінде жалға берілген. Ауданаралық экономикалық соттың шешімі бойынша 5 кәсіпкер орындарын босатуы тиіс. Саудагерлердің айтуынша сот шешімі шыққандар базардың белсенділері екен. Епіміз бар. Жұмыс істегелі осы жерде 20 шақты жыл болды. 6 балам бар. 6 баламды қалай бағамен бұл жерден кетсем. Мына қыс бойы өзіңіз білесіз доллар өсіп жатыр. Қымбатшылық бар жерде. Осы жерде біз өзіміз үйренгенбіз. Саудамыз жүріп жатырмыз. Еңбек етіп жатырмыз. Бұл базарға тиіспесін деп жатырмыз енді. Жетісу аудандық әкімдігі мәліметі бойынша кәсіпкерлердің жерді жалға алу мерзімі 2018 жылы аяқталыпты. Қаланың жер комиссиясының шешімімен өткен жылы учаске Жетісу ауданы әкімдігінің аппаратына абаттандыру және көріктендіру үшін беріліпті. Осыған орай аудан әкімдігінің талап арызы бойынша қаланың мамандандырылған ауданаралық экономикалық соты 2024 жылы сәуірде учаскені босату туралы шешім шығарған. ТК жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бұл шешімге қарсы шығуға тырысты. Бірақ барлық сот инстанциялары Алматы қалалық азаматтық істер жөніндегі сотының апелляциялық инстанциясына дейін шешімді күшінде қалдырды. Заңды күшіне енген шешім негізінде Алматы қаласының әділет департаментінің мемлекеттік сот орындаушылары жер учаскесін босату бойынша атқарушылық іс жүргізуді бастады. Кәсіпкерлер сот орындаушыларының талабын орындауға міндетті, бірақ көптің көкейіндегі басты сұрақ неге 200-ден астам кәсіпкерлер арасынан тек санаулыларын ғана таңдап алған. Мәселенің ақ-қарасын анықтау үшін кәсіп иелері енді құқықтарын жоғарғы сотта қорғамақ ниетте. Ұлан Тәліпбай, Шыңғыс Тұяқов, Алматыдан.